Баршаларыңызға сәлем, құрметті оқушылар. Қалдарыңыз қалай, жалпы ұбт-ға дайындықтарыңыз қалай жүріп жатыр? Енді сіздердің сұрауларыңыз бойынша біз әрі қарай бұл рубриканы жалғастыратын боламыз. Яғни мен, Құдай қаласа, осы сабақтарды уақытылы салуға тырысамын. Ендеше кеттік, біз өткенде балалар біз қандай тақырыпты өткен едік? Өткенде біз осы 6-шы сыныптың бірінші параграфынан, яғни түрік қағанатынан бастаған болатынбыз. Енді бүгін біз қазір одан әрі қарай жалғастырамыз, яғни бүгін батыс түрік және шығыс түрік қағанаттарын бірге қарастыратын боламыз. Ендеше бүгінгі сабақта мына сұрақтарға біз жауап ала аламыз. Бірінші кезекте ол батыс түркілері неліктен өз мемлекетін құрды, сонымен қатар батыс және шығыс түрік қағанаттарының даму ерекшеліктері мен ұқсастықтарын қарастырамыз және олардың айырмашылықтары неде екен, соны бірге қазір жіктейтін боламыз. Ябғу, шат, елтебер, тархан, бұйрық, қара будын, тат ұғымдары нені білдіретін, соның барлығын толығымен қамтитын боламыз. Сонымен қатар негізгі мәселеге көшпес бұрын, жалпы егерде мені әрі қарай осы жұмысты жалғастырсын десеңіздер, жұмысыма қалай айтсам болады, мотивация ретінде менің осы TikTok парақшама жазылсаңыздар болады. Міне мына жерде Нұрсұлтан Ибраш деп тұрған осыған жазылсаңыздар болады. Яғни бұл маған мотивация болады. Сонымен қатар осы видеоны ұбт-ға дайындалып жүрген достарыңызға, туыстарыңызға, жалпы осы шығармашылық таңдаған, мейлі гуманитарный таңдаған, мейлі жаратылыстану ғылымдарын таңдаған, жалпы барлығы тарих тапсырады. Сол үшін керек болады деген мақсатпен осыны міндетті түрде таратуларыңызды сұраймын. Сонымен қатар бұл курс өте маңызды. Так, ендеше кеттік. Жалпы енді біртұтас түрік қағанатының құлдырауы. Біз білеміз, жалпы біртұтас түрік қағанаты әлсіреп ыдырай бастады, иә? Соның негізінде бізде жаңа түркі мемлекеттері қалыптасты. Яғни бұл мемлекеттер осы ұлы далада өмір сүрді. Біздің бүгінгі қарастыратын терминнің бірі ол осы ұлы дала балалар. Сонымен қатар түркі мәдениетін олар әрі қарай дамытқан болады. Енді ұлы дала ұғымына тоқталайық. Жалпы ұлы дала деген ұғым ежелден қалыптасқан атау болып табылады. Ол жалпы Алтайдан Қара теңізге дейінгі кең аймақты қамтыған екен. Яғни оның негізгі бөлігі біздің Қазақстанның жері де осыған кірген болатын. Енді келесі, түркілердің рөлі қандай болды? Яғни ұлы даланы мекендеген түркілер өздерінің қуатты мемлекеттерін құрған болатын. Және де олар өзге тайпаларға мәдени және саяси ықпал ете білді. Келесі, батыс түрік қағанатының құрылу себебі. Бірінші кезекте ол әрине саяси себеп, сонымен қатар қаған әулеттерінің дербес билікке ұмтылуы, экономикалық себеп, әр аймақтың шаруашылық ерекшелігі мен мүдделерінің айырмашылығына байланысты осы мемлекет құрылады. Келесі, халқы. Жалпы негізі балалар түркілер қағанат халқының аз бөлігін ғана құрады. Сонымен қатар олар жергілікті халықпен араласып үстемдік орнатты. Қағанат халқы балалар 10 оқ тайпа одағына, яғни 10 оқ елі болып бірікті. Яғни әр тайпа бізде бір төменде бізде неше мың әскер еді? 10 мың жауынгер бар. Яғни бізде деректерде келтіріледі, Ештемей қаған осы 10 оқ будун елінің басшысы, яғни 100 мың әскердің басшысы, патшасы деп сондай деректер бізде кітапта келтіріледі. Сонымен қатар енді біздің мемлекет құрылымы қандай болды? Қаған деген ұғымды біз білеміз, ол жоғары билеуші, қолбасшы, әрі жер иесі болып табылады. Сонымен қатар жоғары лауазымда бағана біз атап өткен Ябғу, Шат, Елтебер бәрі қаған әулетіне тиесілі болды. Сонымен қатар сот қызметін бізде бұйрықтар мен тархандар атқарса, халықтың көпшілігі бізде қара будун деп аталды. Яғни қазақшаға аударсақ, еркін малшылар деп аталды. Ал отырықшы халықтар балалар бізде таттар деп аталды. Яғни алым салық төлеушілер. Келесі, қағанаттың орталығы мен аумағы. Жалпы аумақ шығыста Алтайдан, батыста Каспий теңізіне дейін созылып отырды. Аумақтың негізгі өзегі жер жәннаты Жетісу болып табылады. Жетісу деген терминді, ұғымды жалпы сіздер қазір енді 6-шы сыныпта аяқтағанша көре бересіздер. Неге? Өйткені көп деген мемлекеттер почти бәрі деп айта салайыншы. Соның барлығы осы бір Жетісуға жабысып қарап қапты күндер. Сол жерде құрылады. Енді мұнда сауда жолдары түйісті, сонымен қатар қалалар мен керуен орталықтары көп болды. Қысқы ордасы біз білеміз Суяб шу өзені бойындағы, жазғы ордасы Мыңбұлақ деп бізде Айбек Оразымбет кітабында, Жұбаныш кітабында осылар міндетті түрде келеді, тізе шығып біткен сұрақтар. Яғни Мыңбұлақ ол бізде қазіргі Түркістан маңы. Кеттік. Енді ішкі және сыртқы саясаты қандай болды? Түркілер жаулап алған жерлердің тәртібін өзгерткен жоқ, салық жинаумен және билікті нығайтумен ғана шектеліп отырды. Шегу мен тон ябу қағандар тұсында балалар мемлекет күшейді. Тон ябу тұсында балалар қағанат орталық Азияда өзіне беделге ие болды.
Енді ақырында да бірақ бұл мемлекет өкінішке құлайды. Енді соның себептерін қарастырайық. Жалпы тон ябуы өлген соң билік үшін күрес басталады. Дулу мен Нушиби тайпалары арасында қақтығыстар болады. Жалпы бағалар осы батыс түрік қағанатында 5 Дулу, 5 Нушиби болып, яғни 10 тайпа айттық қой бағана. Сол бізде 5 Дулу, 5 Нушиби болып бөлінген болатын. Яғни солардың арасында өзара қақтығыс пайда болады. Сонымен қатар орталық биліктің әлсіреуі, Қытайдың Таң империясы әскерлерінің шабуылы, то есть соның нәтижесінде балалар қуатты осы мемлекеттердің бірі ыдырап, ол бірнеше жалпы жаңа мемлекеттер құрылады соның нәтижесінде. Яғни Хазар қағанаты, Оғыз мемлекеті, Қимақ қағанаты, Түргеш мемлекеті сияқты сондай мемлекеттер құрылады екен. Енді келесі экономикасы. Жалпы балалар олардың негізгі экономикасы балалар көшпелі және отырықшы өмір салты болды. Сонымен қатар негізгі салалар соның ішінде шаруашылықтар, мал шаруашылығы, егіншілік, қолөнер, сауда болды. Және де Шу алқабында 20-ға жуық қала мен қоныс табылды. Сауда жолдары мен қолөнер орталықтары дамыды. Кеттік. Келесі. Бізде енді жалпы шығыс түрік қағанаты. Ол бізде 682 мен 744 жылдар аралығын қамтыды. Енді біртұтас түрік қағанаты бөлінгеннен кейін біз білеміз, батыс және шығыс болып бөлінді. Батыс ол бізде 63 пен 704 жылдар аралығында өмір сүрсе, шығыс түрік 682-744 жылдар аралығында өмір сүрген. 682 жылы балалар осы шығыс түріктер Қытаймен соғыста жеңіп, өз мемлекетін қайтадан құрады. Жаңа қағанат қазіргі осы Монғолия аумағында құрылады. Келесі. Қапаған қаған тұсындағы күшею. Жалпы қапаған қаған билігі кезінде, мына жерде мен өзім қосып қойдым балалар, деректерде 691 мен 716 жылдар аралығында билік еткен деседі. Жалпы қағанат соның тұсында орталық Азияның көп бөлігін бағындырады. Сонымен қатар әскери қуаты артады, біртұтас мемлекетке айналады оның тұсында. Келесі. Білге мен Күлтегін дәуіріне келейік. Біз білеміз, 716 жылы Білге қаған билікке келеді шығыс түрік қағанатында, інісі Күлтегінмен бірге елді нығайтады. Қытаймен соғысып, кейін бейбіт келісімге қол жеткізеді. Қытай императоры жалпы осы түрік ордасына жібекпен алым салық төлеп отырған екен. Енді мәдени мұраның ішінде біз білеміз, жалпы 731 жылы Күлтегін, одан кейін көп ұзамай Білге қаған қайтыс болады. Архон өзені бойында балалар біз білеміз, екеуіне арналған құлпытастар, Архон Енисей жазбалары, тасқа қашап жазылған біздің тарихымыз бар осы жерде. Бұл ескерткіштер балалар ол осы күллі түркі жұртының алғашқы жазба деректері болып табылады және мәдени ескерткіші болып табылады. Яғни балалар біздің басқа ұлттар кезінде өзінің тарихын ағашқа, қағазға жазып жатса, біз өшпейтіндей етіп әбден желден қашалып біткен тастың бетіне өзіміздің тарихын жазған жалпы елдің ұрпағымыз балалар. Енді бұлар да енді өкінішке орай ақырында құлайды, біреуі құлайды, біреуі тұрады, сөйтіп сондай болады енді жалпы. Енді шығыс түрік қағанатының негізгі құлау себебі біз білеміз, мықты билеуші кетсе, міндетті түрде мемлекет әлсірейді, байқасаңыздар. Білге қағаннан кейін билік әлсірей бастайды. Соны пайдаланып 744 жылы ұйғырлар мен қарлұқтар бірігеді. Екеуі, союзник болады, қосылады. Одан кейін шығыс түрік қағанатын пачақ-пачағын шығарып тастайды. Ашина әулеті біз білеміз, жалпы осы біртұтас түркі мемлекетін қалыптастырып, соны билік еткенімен, олардың дәуірі осы жалпы шығыс түрік қағанатының құлауынан кейін толығымен аяқталады. Енді 90 ауыз сөзін тобықтай түйіні балалар, сіздерге шағын мотивация болсын. Жалпы күн сайын кішкентай қадам жасасаң да, сен арманыңа жақындайсың. Қиындықтар сені тоқтату үшін емес, шыңдау үшін беріледі. Есіңде болсын. Табандылық пен сенім ең мықты қару болып табылады. Сондықтан да балалар, сіздердің жағдайларыңыз өте қатты жақсы түсінемін. ұбт-да мысалы миларыңыз ашып жатыр, сонымен қатар мемлекеттік емтихан деген басталады, ертең бір айдан кейін қаңтар ұбт-сы басталады, 1,5-2 айдан кейін. Сол сіздерде қобалжу болады, оның барлығы өтеді. Ең басты өздеріңіз білімдеріңізге сеніңіздер, жалпы ұмтылыңыздар, қорықпаңыздар ешнәрседен. Мен енді барынша өзім сіздерге көмектесуге тырысамын. Егер де пайдалы болып жатсам, өте қатты қуаныштымын. Сонымен қатар енді осы жалпы мотивация деп, енді қазір бір күшті сөз болды, мотивация деген нәрсе. Сол жалпы жұмысыма ынта беру үшін, жігер беру үшін осы видеоға лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, және де достарыңызбен бөліссеңіздер. Өйткені жалпы видео сабақ түсірудің өзі де біраз уақытты алады. Сондықтан жалпы осы таймаңдар, ұмтылыңдар,
әрекет етіңдер. Май жүрек ағайларың сендерге сенеді. Ендеше келесі сабақта көріскенше. Бұл курс өте маңызды, сондықтан ары қарай жалғастырамыз.